gent, this is the moment you're waiting for. You've been searching in the dark, your sweet soaking through the floor. You waited for this moment and now you'll see the greatest show. Көрсетеміз бұл әніміз сіз үшін. Мені естіп тұрмысың, бастауға да бар күшің, бар күшің. Бағындырған сөздер жеңісті. Бағындырған сөздер жеңісті. Бағындырған сөздер жеңісті. Бағындырған сөздер жеңісті. Наш дух слабее, чем нельзя, с трибуны слышим голоса. Верим в победу мы команда и едины мы. Все мы часть одной большой земли. Это спорт, это жизнь, это шоу всей страны. Мы команда и едины мы. Все мы часть одной большой земли. Это спорт, это жизнь, это шоу всей страны. Кеш жарық, қымбатты достар. Добрый вечер, дорогие друзья. Да, спорт – это величайшее шоу. И мы рады приветствовать вас на церемонии вручения Национальной спортивной премии 2019 года. Биылғы жыл қазақстандық спортшылардың жеңістерімен тарихта қалмақ. Біз бүгін ұмтылмас жарқын жеңістерді жадымызда жаңғырта отырып, ел намысын асқақтатқан байрақты бәсекелердің жеңімпаздарына лайықты марапаттарын табыс етеміз. Көк байрақты көкке көтерген әрбір жеңістен жұдырықтай жұмылып, кеудеміздегі мақтаныш сезімінен жүрегіміз атша тулап, алға Қазақстан деп ұрандаттық. Сегодня мы узнаем, кого из спортсменов, тренеров, команд и спортивных организаций по результатам голосования, проведенного на сайте Олимпийского комитета, казахстанцы сочли достойными национальной спортивной премии. Бірақ дауыс берудің қорытындысына қарамастан барлықтарыңызда жеңімпазсыздар. Өйткені бүгінгі салтанатқа қатысып отырған әрбір спортшы отандық спорттың жылнамасына өзінің айтарлықтай сүбелі үлесін қосты. Солай емес пе? Весь год спортсменов и болельщиков объединяло движение Team KZ. Призыв стать одной командой, поддерживать своих и тем самым придавать им силы и энергии наверняка ощущали все. Отныне гимн болельщиков будет звучать на всех соревнованиях. Мы хотим, чтобы его слова вошли в каждое сердце. И это очень символично, что сегодня первая номинация церемонии «Лучшая команда года». Внимание на экран. Жылдың үздік командасы номинациясы. Александра және Екатерина Немичтер. Әртістік жүзу. Токио Олимпиадасына жолдама егерлері. Садақ атудан ерлер құрамасы.
2019 жылғы әлем чемпионатының қорытындысы бойынша командалық сайыста Олимпиада жолдамасына ие болды. Шайбалы хоккейден ерлер құрамасы Нұр-Сұлтан қаласында өткен бірінші дивизиондағы әлем чемпионатының жеңімпазы, элиталық дивизионға жолдама егерлері. Жылдың үздік командасы номинациясын марапаттайтын әйелдер күресінен Олимпиада ойындарының бірнеше дүркін жүлдегері Гюзель Манюрова И ветеран футбольной команды «Кайрат», знаменитый вратарь клуба Куралбек Ордабаев. Қошеметтеріңіз. Осы номинацияның жеңімпазын қазір анықтайтын боламыз. Лучшая команда года. Мужская сборная Казахстана по хоккею с шайбой. Құрметті достар, хоккейден Қазақстанның ерлер құрама командасы. Ортада Никита Михайлис, Валерий Орехов, сондай-ақ Аркадий Шестаков. Ұлттық құрама команданың мүшелері. Қошеметтеріңіз. Хотелось бы сказать огромное спасибо нашим болельщикам со всего Казахстана, которые на протяжении этого года поддерживали нас. Эта победа ваша. Спасибо. Дорогие друзья, дамы и господа, сейчас произойдет очень важный момент для всей страны. Впервые будет исполнен специально написанный гимн болельщиков. Біз жанкерлердің әнұранын барлық жарыстарда естігіміз келеді. Оның сөзі мен әуені әрбір жүректен орын алған. Ал спортшылар әрдайым олармен бірге екенімізді сезет және білет. Біз бір командамыз. Team KZ. Мы хотим, чтобы спортсмены знали, у них самая мощная в мире поддержка. Жеңіс қолда, жанкүйерің барда, талма самға, қазақ спорты алға. Жеңіс қолда, жанкүйерің барда, талма самға, қазақ спорты алға. Team KZ алға. Жанкүйер барда, жасай бер талма. Қазақстан алға. Жеңіске аттанайық бірге буып белді. Бір бағыт, бір арманмен батырларым келді. Нұр төгіп айналаға шуағын шашып күн. Нық басып келеміз, хей қадамды біз енді. Алға, талма, төтеп беретін бізге кім бар ей? Кім бар ей? Самға, алға, озып кететін бізден кім бар ей? Кім бар ей? Team KZ алға. Жанкүйер барда, жасай бер талма. Қазақстан алға. Жеңіс пен қуанышты сыйласаңыз елге, жеңіске сізден асып жете алмайды желде. Қарсыластың бәрі айтын шығады шаңға. Күтеді сізді жанкүйермен асыл таңда. Алға, талма, төтеп беретін бізге кім бар ей? Кім бар ей? Самға, алға, озып кететін бізден кім бар ей? Кім бар ей? Team KZ алға. Жанкүйер барда, жасай бер талма. Қазақстан алға. Жеңіс қолда, жанкүйерің барда, талма самға, қазақ спорты алға. Жеңіс қолда, жанкүйерің барда, талма самға, қазақ спорты алға. Team KZ алға. Жанкүйер барда,
Ну а сейчас мы предлагаем назвать тех, кто готов преподнести сюрпризы, чей потенциал еще только раскрывается, но уже сегодня их успехи впечатляют. Дәл солай, үздік жас спортшы номинациясы экранға зер салайық. Үздік жас спортшы номинациясы. Әбіл Мансұр Батырғали, карате, жастар арасындағы әлем чемпионы. Дина Исламбекова, әйелдер боксы, ересектер арасындағы әлем чемпионатының қола жүлдегері. Милат Карими, спорттық гимнастика, Токио Олимпиадасының жолдама иегері. Нұрханат Серікбаев, дзюдо, жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионы. Нұрқожа Қайпанов, еркін күрес, ересектер арасындағы әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Сергей Ткаченко, шаңғымен тұғырдан секіру, жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатының қола жүлдегері. Для вручения награды приглашаются молодые, талантливые казахстанцы, у которых еще вся жизнь впереди. Біз жеңімпаздарымыздың табыстарын мақтан тұтамыз, ал олардың есімдерін бүкіл әлем біледі. Это исполнитель главной роли в вышедшем на экране в этом году фильме «Бекзат» Самат Азимкулов. Сонымен қатар Евгений Демиденко. Ол 17 жасында Қызылорда облысында өзінің ұстаздарын ғана емес, атақты Боинг корпорациясына арнап жасаған жобасымен авиаконструкторлардың өзін таңдай қақтырған болатын. И 9-летний шахматист Сауат Нургалиев. Самат сомдаған жасындай жарқ етіп 20 жасында дүниеден өткен Олимпиада чемпионы Бекзат Саттархановтың экрандағы бейнесі оның кинодағы алғашқы рөлі болып табылады. Қош келдіңіздер. Ну а Сауат самый юный кандидат в мастера спорта по шахматам в Казахстане, между прочим. Признанный лучшим рейтинговым шахматистом мира среди детей своего возраста. Я жақсылап қошемет көрсетейік. Қайырлы кеш, құрметті спортсүйер қауым, қадірменді біздің еліміздің мақтаныштары, біздің спортшыларымыз сіздермен осындай керемет кеште кездескеніме өте қатты қуаныштымын. Енді осында Бекзат ағамыздың көзін көргендер отыр, Бекзат ағамыздың замандастары отыр. Сондықтан мен бүгін өзімді сол Бекзат Саттархановтың орнын жоқтатпай, атын жоқтатпай, сол кісінің орнында жүрмін деп ойлаймын. Келесі жылы Токио Олимпиадасында біздің спортшыларымыздың, біздің мақтаныштарымыздың барлығының осы жолын, осы Бекзат ағамыздың сара жолын сіздерге тілеймін. Лучший молодой спортсмен Абильмансур Батыргали. Батыргали Абильмансур, чемпион мира среди молодежи по карате. Ваши аплодисменты, друзья! Признан лучшим молодым спортсменом 2019 года. Шын жүректен құттықтаймыз. Құттықтауды қошеметпен жеткізіп отырайық, қадірлі көрермен.
Современный спорт высших достижений невозможен без качественного медицинского и научного сопровождения. Привлечены более 120 специалистов для комплексного медицинского обеспечения. Среди них спортивные врачи, массажисты, психологи и биомеханики. Біз бұлқынған білек күшімен шиырққан намысты айқын сезінеміз. Байрақты бәсекеде жеңіс тұғырынан табылу үшін жан аямай жаттығу керектігінде біз жақсы білеміз. Иә, біз сіздердің денсаулықтарыңыз сенімді қолда екендігіне аса қуаныштымыз. И у нашей премии в этом году появилась новая номинация «Лучший специалист комплексно-научной группы». Ғылыми кешенді топтың үздік маманы номинациясы. Ирек Сатов, бокстан Қазақстан ерлер құрама командасының спорттық дәрігері. Марапатты белгілі тележүргізуші, продюсер, танымал журналист, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ләйла Сұлтанқызы табыс етеді. Министр здравоохранения Елжан Бертанов. Бурные аплодисменты. Кешенді ғылыми топтың 2019 жылғы үздік маманы номинациясы бойынша арнайы сыйлығымен ұзақ жылдық өлшеусіз еңбегі үшін спорттық медицина мен ұлттық спорттың дамуына қосқан баға жетпес үлесі үшін ерлер арасында ұлттық бокс құрамасының дәрігері Сатов Ирек Тапиұлы марапатталады. Ирек Тапиевич работает в казахстанском спорте на протяжении 20 лет. Из них 9 в национальной сборной команде по боксу. Активно участвует в подготовке чемпионов и призеров международных спортивных соревнований. Спасибо большое. Я своих коллег тоже всех поздравляю, которые со мной вместе работают. Поздравляю от всей души. Это очень важная работа, тем более мои коллеги. Поэтому хочу пожелать всем спортсменам крепкого здоровья и новых побед. Рахмет. Қазақ спорты жасасын, барлық спортсмендердің денсаулығы мықты болсын. Мы с надеждой смотрим на наших спортсменов. Мы не ждем от них чудес, но желаем каждому из них взойти на вершину своего Олимпа. Олимпиада ойындары жер бетіндегі адамдардың бойында ұлы мақсаттар, армандар мен талпыныстарды жетілдіру үшін ұйымдастырылады. 5 олимпийских колец, символизирующих 5 континентов, эстафета олимпийского огня и еще множество традиций и символов, которые берут начало в Древней Греции. Сондай-ақ әлемдегі барлық идеялар сында бейбітшілік пен әділдік идеясының негізі де Олимп тауында қаланған.
peace in your life. No evil, no crowns, just freedom and peace. No evil, no crowns, just freedom and peace. No evil, just freedom and goodbye. Паралимпийское движение в Казахстане объединяет тех, кто нашел новый стимул победам, и тех, кто искренне восхищается их стойкостью и жизнелюбием. Паралимпиадалық жарыстарда мүмкіндігі шектеулі спортшылардың қандай ерлікке баратынын бүкіл әлем жүректері лүпілдей отырып бақылайды. Они нас учат беречь то, что мы мало ценим. Любить каждое счастливое мгновение, любить жизнь. Внимание на экран. Здравствуйте. Моя реабилитация была, постепенно я вставала, занималась. После занятий как-то вот я газету читаю, смотрю соревнования среди людей с ограниченными возможностями. Я поехала, поучаствовала. И я когда поучаствовала первый раз, я выиграла. Каждый конкурс, и если ты в нем выигрываешь или даже проигрываешь, но у тебя есть уверенность в том, что этот конкурс будет продолжаться на следующий год, и ты готовишься к этому конкурсу. Вот это и есть мотивация улучшить то, что сделал в этот раз. А плавание, ты просто свободно себя в воде чувствуешь. Как рыба в воде, вот так свободно, ты можешь поплавать, и не боишься, что упадешь. Вода – это моя, наверное, стихия. Да, у меня были разочарования, когда мы уже начали в 2010 году. Мы поехали на первые азиатские игры, и я там и не выиграла. И такая вот плачу, говорю, все, я брошу спорт, у меня не получается. Плачу такая, а тренер так подходит, говорит: мы что только начинаем, что ты плачешь? Подожди. Я говорю, вот китаянка, он столько проплыла, я так сроду не проплыву. Я что, электровеник, что ли, так плавать? Он говорит, ну мы ж только начинаем, подожди. Проходит 4 года, я участвую, ее выигрываю. Ее же. Я говорю, вот, просто нужно верить в то, что ты можешь. Верить в то, что у тебя получится. Там, когда флаг поднимался, наш Казахстан, вот такое ощущение было, что не за меня поднимается флаг, а он поднимает меня. Вот пока Дима играл, у меня все прошло. Все эти года, как я дошла до этого, все проходило вот так вот в голове. Я была очень рада, что я с Казахстаном, что наш флаг поднимается. Надо не бояться начать свое невозможное и поверить в себя. Все получится. Дәл қазір мақсатқа талпынудың биылғы жылы ең үздік үлгісін көрсеткен тұлғаның есімін айтатын уақыт келген сияқты. Мы просим подняться на сцену вице-президента Национального паралимпийского комитета Республики Казахстан, президента Федерации конного спорта и современного пятиборья Берика Мажитовича Имашева. Сондай-ақ марапатты тапсыру үшін Toyota Казахстан компаниясының президенті, Ұлттық Олимпиада комитеті және Ұлттық паралимпиада комитетінің серіктесі Кит Симонс мырзаны сахнаға шақырамыз.
лучший спортсмен Нурлан Дамбаев. Лучший спортсмен паралимпийского спорта, двукратный чемпион мира по пара-тэквондо Нурлан Русланович Дамбаев, мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион Азии, двукратный чемпион Европы. Нурлан Домбай, алтын самғау 2019 ұлттық спорт сыйлығының лауреаты. Шын жүректен құттықтаймыз. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Көп рахмет сенгендеріңізге. Тек алға Қазақстан. Этих фантастически целеустремленных спортсменов ведут к победам такие же самоотверженные люди, их тренеры. Они нашим героям иногда заменяют всех, от врача, мамы до психолога и строгого рефери. Итак, лучшим тренером паралимпийского спорта в 2019 году стал Жандос Киянов. Главный тренер сборной Казахстана по пара-дзюдо воспитал одного чемпиона мира и одного призера мира. Впервые в этом году под его руководством национальная сборная заняла первое место в командных соревнованиях по пара-дзюдо на чемпионате Азии. Невероятные достижения. Спасибо огромное вам за ваш труд. Ассаламу алейкум әлеумет. Баршаңызға үлкен рахмет. Бұл жеңіс Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасының жеңісі және Қазақстан Республикасының пара-дзюдо федерациясының жеңісі деп есептеймін. Баршаңызға үлкен рахмет. Қазақстан спорты алға өрлей берсін. Мы можем гордиться тем, какая работа ведется в нашей стране для развития паралимпийского движения. И в этом году учрежден специальный приз за вклад в развитие инклюзивной среды через спорт в Казахстане. Вручает награду олимпийский чемпион, председатель комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета Серик Сапиев. Ал арнайы марапатты алу үшін Қазақстан Республикасының ұлттық паралимпиадалық комитеті қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры Сүлейменов Ерлан Мұратұлы мырзаны ортаға шақырамыз. Сондай маңызды жұмысты атқарып жүрген жандардың бірі. Арнайы марапат құтты болсын. Инклюзивный спорт, инклюзивное общество в Казахстане невозможно без чутких сердец обычных людей и самоотверженности наших ребят-паралимпийцев. Спасибо всем за эту медаль. Я думаю, что она с гордостью будет возвышаться еще на многих спортивных соревнованиях. Спасибо всем. Сыйладың сен маған, даланың әр гүлін. Жинадың сен маған, сен бердің құстарды, қанатың самғаған. Балалық құштарым өзіне арнаған. Әлділеп Özürge jemüsün, samal jel sayabak, kuşağın men üçün. Esip ketsem de, men sağan sabimin, көңілді көктемде, көзінен танимын. Esip ketsem de, саған сәбимін, көңілді көктемде, көзінен танимын. Жетшісем сағынарым, жабықсаң шағынарым. Anашım bir
өзіңсің табынарым. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Солғанша гүлім көзде тоңы, ана деп ән салам. Жүрегін мейлі жүзге толы, бөбекпін мен саған. Sen mаған мақтанатын мархабатым, махаббатым. Ана, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, ана, көңілің кең дала. Данасың сен маған, дарасың сен маған. Мақтанатын мархабатым, махаббатым. Мақтанатын мархабатым, махаббатым. Побывать на Олимпиаде, я так думаю, мечтает каждый спортсмен и каждый болельщик. И над исполнением этих желаний работают целые федерации. Какой из них народным голосованием казахстанцы выбрали наиболее популярный, мы узнаем через минуту. Олимпиадалық спорт түрлері бойынша үздік федерация номинациясы. Қазақстан шайбалы хоккей федерациясы. Президенті Асқар Мамин. Қазақстанның велосипед спорты федерациясы. Президенті Нұрлан Смағұлов. Қазақстанның теннис федерациясы. Президенті Болат Өтемұратов. Для вручения награды на сцену поднимаются журналист, телеведущая, директор международного канала Казах ТВ Майя Бигбаева және Нұр-Сұлтан қаласының әкімі Алтай Сейдірұлы Көлгінов. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне кажется, прекрасная возможность еще раз поблагодарить всех наших спортсменов за все, что они для нас делают, для всей страны, для Казахстана. Дорогие наши, вы не просто защищаете честь Казахстана, вы каждого из нас делаете чуточку лучше, потому что, когда мы за вас болеем, наши сердца наполняются любовью, гордостью, теплом. Спасибо вам огромное. Ну а теперь приятное. Итак, лучшая национальная спортивная федерация года по олимпийским видам спорта. Казахстанская федерация по хоккею с шайбой. Поздравляем! Ну а получать награду будет генеральный директор федерации Глеб Каратаев. Овации победителям! Всем большое спасибо. Вы знаете, как любит говорить наш коллега, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, он говорит, хоккей – это спорт номер один в мире после футбола.
Да. Спасибо за награду. Мы дальше всячески будем стараться развивать активно наш вид спорта в республике на международной арене. Спасибо огромное. Это очень символично, что команда по хоккею с шайбой получает награду сегодня в преддверии 20-летия создания клуба «Борис». Завтра будет 20-летие. Поздравляем! Мы благодарим наших почетных гостей, ну и, конечно же, желаем процветания федерации и ярких побед. Токиода өтетін 32-ші жазғы Олимпиада ойындары 8 айдан кейін басталады. Жарыста жаңа спорт түрлері ұсынылады. Белгілі болғандай, ол тек Токиода өтетін Олимпиада бағдарламасына ғана енгізілмек. Давайте назовем новые виды спорта Олимпиады в Токио. Карате. Серфинг. Бейсбол. Скалолазание. Скейтбординг. Знаете, есть разные предположения, почему именно эти виды. Но я точно знаю, что карате и бейсбол – это самые популярные виды спорта в Японии. А скалолазание довольно зрелищный вид спорта. Соревнования по нему отвечают всем главным принципам Олимпийских игр. Ну и чисто мое предположение, серфинг и скейтбординг ввели туда ради эксперимента. Возможно. Казахстан будет представлен в 2 новых видах Олимпиады в Токио – в карате и скалолазании. Казахстанцы в последнее время добились заметных результатов. Совершенно верно. Вот, например, Решат Хайбулин стал призером чемпионата мира по скалолазанию, а Дархан Асадилов в карате возглавляет олимпийский рейтинг. Серфинг и бейсбол не наши профилирующие дисциплины, но зато в скейтбординге, поверьте мне, мы очень скоро будем удивлять весь мир. Ну а мы будем только рады. Будьте готовы на связи на мат, будьте готовы на связи на мат, будьте готовы на связи на мат. Всем городам, 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 света вам дам, свет фонтан, следом шуткам, принесу холода, лето я городам, света вам дам, свет фонтан, следом шуткам, принесу холода, лето я городам. Всем городам приготовить голоса, приготовиться кричать и всем там плясать. Микрофоны наготове по порядку минуса, будет много лиц и кача, много музла. Видел на ТВ, теперь будет бомба. От начала до конечного гола. Треки Сеймо из золотого фонда. В зале будет громко, в зале будет громко. Света вам дам, свет фонтан, следом шутка, принесу холода, лето я городам. Света вам дам, свет и фонтан, следом шутка, принесу холода, лето я городам. Лето в города, всех поставить дорога, чтобы закачался даже самый вредный таракан. И температуру поднимать до 40, это Сеймо получила врага. Даже те, кто далеки, будут танцевать и петь. Если кто-то тупит, ему надо будет посопеть, чтобы тут его запомнили только током таким. Я научу любого быть номером 1. Света вам дам, свет и фонтан, следом шуткам, принесу холода, лето я городам. Света вам дам, свет и фонтан, следом шуткам, принесу холода, лето я городам. Городам, городам мы несем тут салам. Городам, городам, городам мы несем тут салам. Городам, городам, городам мы несем тут салам. Если не мен салам, Аллаха бер салам. Біздерге, біздерге қараған. Я света вам дам, я свет и фонтан, следом шуткам, принесу холода, лето я городам. Света вам дам, свет и фонтан, следом шуткам, принесу холода, лето я городам. Городам, 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 городам. Yo,
2019 год, объявленный в стране Годом молодежи, открыл множество возможностей для реализации смелых идей, предложенных поколением новой формации. Еліміздің әрбір аймағы барынша үлес қосуда. Мысалы, біреулері командалық спорт түрлерін дамытса, енді бір аймақ күш қолданылатын спорт түрлерін жетілдіруде. Дегенмен барлық жерде де спортшылардың жақсы нәтижеге жетуіне жағдай жасалып жатыр. В номинации «Лучший регион» в этот раз были заслуженно представлены все регионы, но победитель только один. Внимание на экран. Үздік спорттық өңір номинациясы. Бұл номинацияда еліміздің барлық облыстары мен Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының мәдениет және спорт басқармалары ұсынылған. Құрметті қонақтар, ортаға Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова ханымды шақырамыз. А также награду вручает исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана Тохтар Болысов. Қош келдіңіздер. Сонымен осы номинацияда кім жеңіске жетті екен, оны қазір білетін боламыз. Қадірлі қауым, Алтын самғау 2019 Қазақстан Республикасының ұлттық олимпиада комитетінің ұлттық спортшылар жүлдесі құтты болсын. Жеңімпаздарына, үміткерлеріне құтты болсын дегім келеді. Жеңістеріңіз көп болсын. Алда да Қазақстан Республикасының спорты алға өрлей берсін. Үздік спорттық өңір номинациясында Қызылорда облысы. Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы ортаға шақырылады. Қошеметтеріңіз. 2019 жылдың қорытындысы бойынша ең үздік спорттық өңір. Қызылорда облысы. Қошеметтеріңіз. Құрметті достар, бүгінгі әдемі тамаша мереке болып жатыр. Барлықтарыңызды құттықтаймын. Ұйымдастыру комитетіне үлкен ризашылығымды білдірем. Бүгінгі жеңіс Қызылорда облысының жеңісі. Рахмет.
По итогам пересмотра результатов летних Олимпийских игр в Пекине в 2008 сегодня на нашем вечере по просьбе Международного олимпийского комитета медали двух казахстанских атлетов летней Олимпиады 2008 года засверкают блеском других металлов. Для вручения наград приглашается президент Национального олимпийского комитета Казахстана Кулебаев Тимур Аскарович. Ваши аплодисменты. Ну что ж, мы можем приступить к награждению. На сцену приглашаются Алла Важенина и Ольга Рыпакова. Сначала хотим позвать Аллу Важенину. Решение Международного олимпийского комитета от 7 декабря 2018 года признана чемпионом Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях по тяжелой атлетике. Ваши аплодисменты. Алла Важенинага оның чемпион екенін растайтын алтын медаль табыс етіледі. Ваши аплодисменты. Алла Важенина, чемпион Олимпийских игр в Пекине по тяжелой атлетике. Ольга Рыпакова тем же решением становится обладателем серебряной медали в тройном прыжке Олимпиады в Пекине. Ольга Рыпаковаға күміс медаль табыс етіледі. Алла, спасибо. Дорогие друзья, в 2008 году, когда я завоевала серебро Олимпийских игр в Пекине, я много раз говорила, что серебряная медаль для меня дороже золотой. Я никогда не могла подумать, что спустя 11 лет моя серебряная медаль станет золотой. Для меня сегодня очень волнительный день, даже, возможно, волнительнее, чем 11 лет назад. Я благодарю вас всех. Я благодарю Республику Казахстан, которая предоставила мне возможность защищать честь казахстанского флага на играх 2008 года. Спасибо большое. Спасибо, Алла. Спасибо большое, Алла. Дорогие друзья, сегодня день рождения Ольги Рыпаковой. Ольга выступала на 3 Олимпиадах, завоевав на каждой медаль, включая золотую медаль. И уже имеет лицензию на Олимпиаду в Токио. Ваши аплодисменты. Я поздравляю Аллу, поздравляю Ольгу и, конечно, желаю крепкого здоровья, успехов и новых побед. Спасибо большое. Итак, Қазақстан спортының майталманы арнайы жүлдесімен еліміздің таңқты жеңіл атлеті Амин Елемесұлы Тұяқов марапатталады. Қошеметтеріңіз, ағайын. Амин Елемесович 6 раз становился чемпионом СССР и 10 раз призером в беге на короткие дистанции и в эстафете. Памятным для него остается и 1965 год, когда ему удалось побить рекорд Советского Союза в беге на 200 метров. После завершения спортивной карьеры Амин Туяков более 20 лет проработал тренером. Құрметті ағайын, сахнада ұрпақтар сабақтастығы деген осы болады. Қошеметтеріңіз. Құрметті спорт жанкүйерлері, ардагерлер атынан бүгінгі наградталған адамдарды құттықтаймын. Келешек келесі жылы Олимпиадалық ойындарда біздің жастар бізге ең құрметті медальдарды әкеліп барады деп ойлаймын. Қазақстан алға. Бәрекелді, рахмет. I don't wanna talk about things we gone through.
though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you done too. Nothing more to say, no more is to play. The winner takes it all, the loser standing small besides the victory. That's her destiny. Сколько есть высот, еще не покоренных, сколько нам идти, к ним еще вперед. Много есть побед, нами обретенных, наш напор и пыл нас не подведет. С победою в душе, с победою в сердцах, и вот она уже у нас с тобой в руках. Победа ждет лишь тех, кому она нужна, кто, несмотря назад, вперед идет всегда. Бәрімаңызды басы және соңы жеңісті күткен адамдар үшін өмір бәріне үлкен сабақ болып бағындырмаған біз қалмады шын. Көздерім жеңіске ұмтылып барады, кеудемде деміске жүрегім соғады. Күтеді жарқын күн, ашық болар аспан, артыңа қарамай жеңіске ұмтылсаң. I don't wanna talk about things we gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you done too. Nothing more to say, no more is to play. С победою в душе, с победою в сердцах, и вот она уже у нас с тобой в руках. Күтеді жарқын күн, ашық болар аспан, артыңа қарамай жеңіске ұмтылсаң. Дамы и господа, дорогие друзья, впереди главные старты четырехлетия. Но до этого казахстанские спортсмены будут стремиться завоевать лицензии для участия в Олимпийских играх в Токио. Пройти все испытания, войти в число олимпийцев – это уже огромное достижение. Дәл қазір Олимпиадаға жолдама үшін негізгі тартыс басталады. Жаттықтырушыларымыз түнімен ұйықтамай осы міндетті оңтайлы шешудің жолдарын қарастыруда. Назарымыз экранда болсын. Жазғы спорт түрлері бойынша үздік жаттықтырушы номинациясы. Әсет Серікбаев, еркін күрестен Қазақстан ұлттық құрама командасының бас жаттықтырушысы. Григорий Ким, садақ атудан Қазақстан құрамасының бас жаттықтырушысы. Жасталап Санаов, каратэден Қазақстан құрамасының бас бапкері. Ринат Хайбулин,
Құзға өрмелеуден Олимпиада жолдамасының иегері, әлем чемпионатының қола жүлдегері Ришат Хайбуллиннің жеке бапкері. Ю Йонг Джин, таэквондодан Қазақстан құрамасының бас жаттықтырушысы. Для вручения наград приглашаются Абаимов Виктор Андреевич, советский пловец, серебряный призер Олимпиады 1972 года в Мюнхене. Және полиция аға лейтенанты Дінмұхамед Масадыков. Осы жылдың тамыз айында Дінмұхамед өртеніп жатқан пәтерден әйелді 2 баласымен құтқарып қалды. Не деген ерлік! Жазғы спорт түрі бойынша үздік жаттықтырушысы Әсет Серікбаев. Әсет Серікбаев, еркін күрестің жаттықтырушысы. Шәкірттеріңіздің әрдайым жеңіс тұғырынан көрінуіне тілектеспіз. Ассалаумағалейкум, құрметті спорт сүйер қауым. Мен ойлаймын, келесі жылы Токиода өтетін Олимпиада ойындарында біздің спортшыларымыз елімізді қуантып, үлкен жетістіктермен жанкүйерлерімізді қуантып, үлкен қуанышқа бөлейді деп. Үлкен рахмет, барлықтарыңызға табыс тілеймін. Скоро весь мир с надеждой и особым интересом будет смотреть на восток. Поэтому и мы в своей церемонии хотим отдать дань стране восходящего солнца и цветущей сакуры, поскольку связываем свои надежды с событиями, которые будут происходить там летом. Мы с вами можем сейчас ощутить притяжение Олимпийского Токио.
Жигер, знаешь, если честно, я лично преклоняюсь перед краткостью, мудростью, особенным ритмом и поэтичностью японскому хокку. А у тебя есть какие-то любимые? Да, есть. Вот, послушай. Если бы я мог, ушел бы из ваших сердец. Но, увы, не могу. Смотри, еще одна есть. Прекрасно. Что будет завтра, я хотел узнать. Но всему свое время. Аплодисменты, какие классные хокку в исполнении Артура. Спасибо. Ну, Артур, хокку прекрасных слов нет, но мы подводим итоги 2019 года. 2019 год стал знаковым в истории казахстанского спорта. Әлемдік деңгейдегі біріншілікті ұйымдастырудың үздігі болып танылған бірлескен күрес әлемінің шешімімен Қазақстанда өткен күрестен әлем чемпионаты болды. Также впервые прошли этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «Могул». Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди команд первого дивизиона группы А. Алайда спортшылар туралы айтқанда, біз міндетті түрде олардың бойындағы тума талантты танып, дамытқан жаттықтырушылар жайлы ой қозғауға міндеттіміз. Ендеше экранға назар аударайық. Қысқы спорт түрлері бойынша үздік жаттықтырушы номинациясы. Андрей Скабелка, шайбалы хоккейден Қазақстан құрамасының бас жаттықтырушысы. Елена Круглыхина, фристайл Могулдан Қазақстан құрамасының бас бапкері. Михаил Дудченко, биатлоннан Қазақстанның жастар құрамасының аға жаттықтырушысы. Павел Васильев, шаңғымен тоғырдан секіруден Қазақстан құрамасының аға бапкері. Этери Тутберидзе, мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионатының күміс жүлдегері Элизабет Тұрсынбаеваның жеке бапкері. Для вручения награды приглашается олимпийская чемпионка Сиднея 2000 года и чемпионка мира в закрытых помещениях в беге на 100 метров с барьерами, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Ольга Шишигина. А также заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Центра экстренной кардиологии и кардиохирургии городской больницы номер 2 города Нур-Султан Алексей Смоленский. Ваши аплодисменты. Ну что ж, Ольга Васильевна. Лучший тренер года по зимним видам спорта стала Елена Круглыхина. Елена Круглыхина. В данный момент Елена Круглыхина вместе с командой находится на соревнованиях. Награду получает ответственный за развитие детского спорта Федерации лыжных видов спорта, бронзовый призер Олимпийских игр Ванкувер по биатлону Елена Хрусталева. Всем добрый вечер. Елена Анатольевна просила меня передать слова благодарности за такой великолепный праздник, который стал традицией. Спасибо Национальному олимпийскому комитету за это мероприятие. Также она хотела поблагодарить всех болельщиков, все руководство страны и наше управление спорта за те возможности, которые предоставляются для ее команды и для всего спорта в нашей стране. И самое главное, она сказала, не забудь сказать, я болею за Борис. Елена Анатольевна болеет за Борис. Whatever you want, whatever you need, anything you want down, baby, I'll do it naturally. 'Cause I'm every woman, it's all in me.
Ladies with an attitude, fellows that we in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's something to it. With the Garbo and Monroe, Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow, Jean, picture of a beauty queen. Gene Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren, Catherine, Lana too. Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellows that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Straight the post, there's nothing to it. I'm every woman, it's all I need. Anything you want, baby, do it naturally. Whoa, whoa, whoa. I'm every woman, it's all I need. I can read your thoughts right now, everyone from A to Z. Whoa, 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 whoa. I can cast a spell of secrets you can tell. Mix a special brew, but find inside of you. Anytime you feel danger or fear, then instantly I will appear. I'm every woman, it's all I need. Anything you want, come baby, I'll do it naturally. Whoa, 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 whoa. I can sense your needs like rain into the seas. I can make you run of confusion in your mind. And when it comes down to some good old-fashioned love, I've got it, I've got it, I've got it, got it, I'm every woman, it's all I need. Anything you want, baby, do it naturally. Whoa, 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 whoa. Look around, everywhere you turn is horrid. It's everywhere that you go. Look around, you try everything you can to escape the pain of life that you know. When all else fails, when you long to be something better than you are today. I know a place where you can get away. It's called the dance floor, and here's what it's for. So come on, let your body move to the music. Hey, 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 come on, let your body go with the flow. You know you can do it. I am Brian, 'cause I'm the one. You just ask me, well, I'll be done. And don't bother to compare. I've got it. Ladies with an attitude, fellows that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Straight the post, there's nothing to it. Greta Garbo and Monroe, Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of the magazine. Grace Kelly, Harlow, Jean, picture of a beauty queen. Gene Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They have style, they have grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren, Catherine, Lana too. Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellows that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Straight the post, there's nothing to it. Vogue. Ну что ж, дорогие зрители, удивительным образом география всего Казахстана представлена в именах наших выдающихся спортсменов. Я спортқа бейім, нақты мақсатты нысанаға алатын тума таланттар еліміздің әртүрлі аймағында бірдей өмірге келуде. Этому подтверждение наши номинанты, а также артисты, которые сегодня участвуют в самом ярком шоу года. Вы согласны с нами? Это самое яркое шоу года. Егер сен мені көргің келсе,
Жылдаммын мен желкенде, мейлі күнде әлде түнде, маған бәрібір, маған бәрібір. Неліктен бұлай ауыр маған, өзіңсіз мен қолаппа. Ызғарлы салқын суықтарда, мейлі мұз боп қатсаңдар, мен сені жылытып алам. Егер сен мен үміт берсең, дайынмын мен бәріне. Қас болсам да бар әлемге, маған бәрібір, маған бәрібір. Неліктен бұлай ауыр маған, өзіңсіз мен қолаппамын. Ызғарлы салқын суықтарда, мейлі мұз боп қатсаңдар, мен сені жылытып алам. Мен сені жылытып алам. Егер сен мені көргің келсе, жылдаммын мен желкенде, мейлі күнде әлде түнде, маған бәрібір, маған бәрібір. Представлять номинацию «Прорыв года» всегда приятно. Здесь и интрига, и надежды, и драйв. Биыл бәрімізді толқытып таң қалдырған жандар жайлы дәл қазір білетін боламыз. Назарды экранға аударайық. Жыл жаңалығы номинациясы. Әлішер Ерғали, еркін күрес.
Ересектер арасында өткен әлем чемпионатында Токио олимпиадасына жолдама жеңіп алды. Әлішер Жұмақан, велоспорт, Азия чемпионатының 3 дүркін жүлдегері. Дархан Асаділов, карате, премьер-лигадан 4 рет алтын, А сериясындағы турнирлерден 2 рет алтын жеңіп алды. Ришат Хайбулин, спорттық құзға өрмелеу, әлем чемпионатының қола жүлдегері. Қазақстан спорт тарихында олимпиада жолдамасына қол жеткізген алғашқы отандық спортшы. Сергей Ткаченко, шаңғымен тұғырдан секіру, жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатының қола жүлдегері. А имя победителя в данной номинации объявит премьер-министр Республики Казахстан Аскар Узакбаевич Мамин. Итак, мы сейчас узнаем, кто же стал победителем в номинации Алишер Ергали. Жыл жаңалығы номинациясының жеңімпазы. Мы от всей души вас поздравляем. Биыл Нұр-Сұлтан қаласында өткен әлем чемпионатында әлемнің азулы палуандарымен тең дәрежеде өнер көрсеткен біздің жас жұлдызымыз. Бүгінгі спортсмендерді қолдап, сыйлап келіп отырғандарыңызға үлкен рахмет. Алдағы уақытта Токио олимпиадасында қазағым көк туын желбіретем деген үміттеміз. Рахмет. Теледидардың ар жағында отырған әке-шешеме сәлем жолдаймын. Рахмет. Көп рахмет. Рахмет, Алишер. Рахмет, Алишер. Қысқы спорт түрлері бойынша үздік спортшы номинациясы. Әсет Дүйсенов, шаңғы спорты, бүкіл әлемдік универсиаданың күміс жүлдегері. Жанбота Алдабергенова, фристайл акробатика, бүкіл әлемдік универсиаданың қола жүлдегері. Никита Михайлис, шайбалы хоккей, Нұр-Сұлтан қаласында өткен әлем чемпионатының ең үздік ойыншысы. Павел Калмаков, фристайл могул, бүкіл әлемдік универсиаданың күміс, жасөспірімдер әлем чемпионатының қола жүлдегері. Элизабет Тұрсынбаева, мәнерлеп сырғанау, әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Юлия Галышева, фристайл могул, әлем чемпионы. Қысқы спорт түрлері бойынша үздік спортшы Елизабет Тұрсынбаева. Элизабет Турсунбаева, лучшая спортсменка по зимним видам спорта 2019 года. Такая юная, такая талантливая. 2019 жылғы өткен әлем чемпионатының жүлдегері Элизабет Тұрсынбаева. В первую очередь, конечно, хотелось бы поблагодарить своих родителей, близких, болельщиков за огромную, бесконечную поддержку и, конечно, Национальный олимпийский комитет за этот праздник. Спасибо. Ертең ауна барлы күнді елпайым Арман-армансқа жүгіргенім білсеңіз Қайта-қайта басынан бұл күн келмесеңіз деп атаймын Қанша әңгіме жатыр асиде Менің көзімде көрмейді бас екен Ал сен сол емесіңе Да, мені әңгіме шығып қалып көшеден келе жатқанда Олар көздері таң сияқты атқанда Мен жай тығылам бірақ қорыққаннан емес
орында алмайды арманың расында өйткені жұлдыздар ақанда сен тұрдың қол шатырдың астында үйде бәрі теп-тегіс үйде бәрі мол далада тек кептеліс далаларға толы бататтың бәрі лай балабай бол бататтың бәрі лай бататтың бәрі лай үйде бәрі теп-тегіс үйде бәрі мол далада тек кептеліс далаларға толы бататтың бәрі лай балабай бол бататтың бәрі лай бататтың бәрі лай Рыңды жинадағы моншақ қылып мойныңа да өмірдің мәні пайда болады болса қиялың көрпенің аяқ жағын жауып жап қобыжы ояу және ашулы олайға тартуда және жолы жоқ одан қашуда Трах типидок, менде секрет тимидок Музыкау болмай қалған домбыра шик жоқ Си бемоль, күйке көк, бәрі ок болса тоқ Сен сахнада жүрсің бірақ тек кездейсоқ Бізде сол адыраспан алып шекарадан шығу Айналада у-шу, кунг-фу мен у-шу Мағыналы әңгімен сүйіктері бар ау Ауруладан қорықпайым, өзім едім қарал Жұлдызнамай дуэт, бүгін тиіп түсет Сенге түсіп кетті мен дұрыс түсінбеппін Наны көтер алар тек Илья Ильин Қытайша білем ши ини Үйде бәрі теп-тегіс үйде бәрі мол далада тек кептеліс далаларға толы бататтың бәрі лай балабай бол бататтың бәрі лай бататтың бәрі лай үйде бәрі теп-тегіс үйде бәрі мол далада тек кептеліс далаларға толы бататтың бәрі лай балабай бол бататтың бәрі лай бататтың бәрі лай Мысли многих уже там, на 32-х летних Олимпийских играх. По словам организаторов, будущая Олимпиада станет самой инновационной из когда-либо проводимых. Основу концепции проведения игр составят 3 фундаментальных принципа совершенствования мира. Біріншіден ол жеке табысқа ұмтылу, яғни өзінің үздік меніне қол жеткізу. Екіншіден ол алуан түрліліктен тұтастыққа талпыну және үшіншісі ол ұрпақтар сабақтастық арқылы болашаққа қадам жасау. Будут разыграны 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. И среди спортсменов, которые выйдут на старты, будут и казахстанцы. Бірақ осының барлығын біз уақыт келгенде көре жатармыз. Бүгін біз 2019 жылы ең үздік нәтижелерге қол жеткізген тұлғаларды марапаттаудамыз. Экранға назар аударайық. Жазғы спорт түрлері бойынша үздік спортшы номинациясы. Бекзат Нұрдәулетов, бокс, әлем чемпионы. Дәулет Ниязбеков, еркін күрес, әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Елдос Сметов, дзюдо, әлем чемпионатының қола жүлдегері. Қайрат Сарымсақов, таеквондо, әлем чемпионатының қола жүлдегері. Хорлан Жақанша, грек-рим күресі, әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Мейрамбек Айнағұлов, грек-рим күресі, әлем чемпионатының қола жүлдегері. Игорь Сон, ауыр атлетика, әлем чемпионатының күміс жүлдегері. На сцену поднимается олимпийский чемпион, герой труда Казахстана, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира, олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров. И чрезвычайный и полномочный посол Японии в Республике Казахстан Тацухико Касаи. Лучший спортсмен года по летним видам спорта. Бекзат Нұрдәулетов. Овации победителю, овации чемпиону.
От всей души поздравляем победителя в данной номинации. Ассалаумалейкум, құрметті қауым. Баршаңызға қолдау көрсеткен үшін алғыс айтқым келеді. Алдағы додаларда осы марапат дем боларына сөзсіз. Баршаңызға тағы да рахмет. Большая энергия, большая, огромнейшая страсть к спорту. И такая энергия подтверждает, что в будущем году все виды, все медали Олимпиады и Паралимпиады мы с вами пополам. Айтқаныңыз келсін. Viva Япония, viva Казахстан, viva спорт. Екі елдің достығы жасай берсін. Туымағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып туымағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жет атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазы қарта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Құрметті ханымдар мен мырзалар, біздің еліміздің ең басты күші ол бірлікте.
Дорогие спортсмены, мы хотим, чтобы вы помнили, мы, болельщики, хотим быть причастными к каждому вашему успеху. А по словам «Алга Казахстан», все в мире знали – казахи идут. Мы все связаны одной идеей. Она поднимает, окрыляет и объединяет всю команду Team KZ, так же, как и гимн Национального олимпийского комитета. Үмітің ақтап келіңнен, көш соңында қалма. Мүмкіндіктер қолыңда барда. Намысын толған жеріңнің, қолдан беріп алма. Арманыңа сеніп аңсаған. Жеңімпаз бол, қиын болса да. Ұмтыла бер тек алға, жанкүйер халық барда. Берілме сен арманың, жолығар алда. Ұмтыла бер тек алға, қол созып шарықтанға. Жеңіске жет ардайым, биікке самға. Жеңіске жет ардайым, биікке самға. Кто прикоснулся, тот поймет, знает любой атлет. Спорт тяжелый, благородный труд. Мы через боль идем вперед, радость своих побед, измеряя долями судьбу. Тысячными долями судьбу. Стать непобедимыми, быть сильнее сильного. Поможет олимпийцам дух родной земли. Каждый миг движение к новым достижениям. Мы отстоять готовы честь своей страны. Мы отстоять готовы честь родной земли. Жанкүйер халық барда. Берілме сен арманың, жолығар алда. Ұмтыла бер тек алға, қол созып шарықтанға. Жеңіске жет ардайым, биікке самға. Жеңіске жет ардайым, биікке самға. Быть сильнее сильного. Поможет олимпийцам дух родной земли. Каждый миг движение к новым достижениям. Мы отстоять готовы честь своей страны. Мы отстоять готовы честь родной земли. Ұлттық спорт жүлде 2019 осымен өз мәресіне жетті. Спорттағы жеңістер көп болсын.